Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, сіздерге бір өте керемет бір лайфхак көрсетпекшіміз. Яғни серкешті байлау, жалпы малды байлау, ұсақ малды байлау туралы бір лайфхак. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қойлар өте биік тұр. Яғни мынандай асты биік көтерілген, астынан самал жел ұрып тұр. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мына жақта семірді серкештер, яғни серкештер құтырып жатыр, өйткені жегені бидай тоқтық не істетпейді, ай шіркін ай, тоқтық не істетпейді. Сосын бұлар сүзет бірін-бірі таш тұрс етіп бір-біріне иісі жақпайды. Енді бұларды байлау керек. Байлаған кезде мойның қимасы үшін байлаудың сіздерге бір әдісін көрсетейін. Мынау білсеңіздер, көлікке тағатын ремень, өзіміз белдік дейміз ғой. Жиі штраф алып тұрған белдігіміз осыдан. Сол белдікті көрсетші. Сол белдікті өзінің жаңа істейтін орналастыратынмен орналастырып, мынандай айналсоқ қою керек. Міндетті түрде мынау айналсоқ айналып тұрады. Қалай қарай айналдырсаңыз айнала береді. Осындай бір айналсоқ қойып, көшті істемеші. Сондай айналсоқ қойып, өзінің белдігімен осылай байлап тастаған дұрыс. Лажы болса, анандай түйіншік түймегендеріңіз дұрыс. Мен ана түйіншік түйіп қоя салдым ғой, уақытша. Лажы болса, ондай түйіншік түймеген дұрыс. Өзіне бір-біріне айналдырып, жаңағы өзін жабыстырып, болмаса қатты жіппен тігіп деген сияқты. Солай бір-біріне тігіп жабыстырған дұрыс болады. Мына жерде өзінің ремені өте келеді, жақсы.